Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ганфан асының өзім жасайтын рецептісімен бөлісемін. Себебі бұл астың жасалу жолы өте көп. Негізі лағман сияқты подливына қосатын заттарды өзгерте берсе болады. Асқа қажетті заттарды мен турап қойдым. Ол ет, пияз, болгар бұрышы, капуста, чеснок дуткасы және қызанақ. Енді табаға сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін етті салып 15-20 минуттай орташа отта жақсылап қуырамын. Ет жақсылап қуырылу керек және жұмсару керек. Ет толығымен қуырылғаннан кейін пиязды саламыз. Жоғары отта пиязды, етті жақсылап қуырамыз. Ортасында қайта-қайта араластырып тұрамыз, пияз күйіп кетпеу үшін. Енді орам жапырақты саламыз. Тағы жақсылап қуырамыз 2-3 минуттай. Күйіп кетпеу үшін араластырып тұру қажет қайта-қайта. Чеснок саламыз. Және артынан бірден чесноктың дуткасын салып, менде замороженный чесноктың дуткасы. Соның бәрін жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минуттай жоғары отта қуырамыз. Болгар бұрышын қосамыз. Болгар бұрышының түрлері әртүрлі болған дұрыс, сол кезде әдемі болады. Жақсылап араластырамыз. Күйіп кетпеу үшін жоғары отта қайта-қайта араластырамыз. Енді қызанақ салып, жақсылап тағы да араластырып, қызанақтың суы шығып, толығымен қуырылғаннан кейін томат пастасын саламыз. Аздап қуырып, су құямыз. Және тұз саламыз. Подливымызды осылай 30-35 минуттай пісіреміз. Енді гарнирін дайындаймыз. Мен 1,5 пиала күрішті 3 кесе қайнап тұрған суға салып, тұз және сұйық май қосып, күріш толығымен піскенше төменгі отта пісіресіздер. Менде 15-20 минутта пісті. Күріш әртүрлі болғандықтан өздеріңіз уақытын көресіздер. Менде рассыпчатый күріш болып шықты. Ганфан асы дайын, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер.